Ағай, бүгін сыймықты ағаңыз, кумириңіз Сырыспайғайын бір жақсы сөз бар ғой. Қайсы күні қандай жолық салынсаң жарашат деген дейші. Тағы сол сияқты бүгін сізге қандай жақсы сөз айтсақ тағы жарашат. Емнен ырдатсақ тағы өзіміз білеміз, себебі микрофон біреу сізде болса, біреу бізде. Мен ел тараптан сұранып жатқан жағдайлардың бірі. Сіз қырғыз маданиятындағы Эчен деген эксперименттерді жасап, алардың барынан игілік жаратқан қырғыз маданиятын еншітейініз. Обондо жамғыр баштаған кереметтерді шығардыңыз. Мамлекеттік қызматта жүрдіңіз, министрге чейін жеттіңіз. Саясатта жүрдіңіз, ел деген партияны түздіңіз. Котормону болса бүгін көрсетіп атасыз. Крыловтан баштап орыс адабияттарын қотырғаныңызды білеміз. Жақында Мақтумгүліні қотырып, Түркменстанның алтын медалын алдыңыз. Қазақстанның адабиятын болса алып келіп, мынаки мамлекеттік хатшыбыз менен қадыралағай ашып берді. Айтор бардық жағынан. Анан журналистикада өзгөчө бір асаба доору деп сіздің турмушуңузда, өмір баяныңызда бір доору бар. Жалпы журт угармандар асаба доору деп билебиз. Ошол жерден Алым агай менен жолуккандагы Карарган деңиз агаргын толкун деген бір керемет сап ар бир кыргыздын кулагында жана карегинде жашап келатат. Анан ошол жерден Шербет дегенин бір керемет ыры бар. Уруксат берсеңиз мен бір окуп коеюн. Шербет Келдибекова. Көкөлөйсүң көк асманды шоокумга, термечүдөй музыканын дабышы, качаңкы бир чер козголот ордунан, ата канат, төгүл чигес тагушу. Сездиби же, сезбедиби буурчу, кай дүйнөгө учуп бара жатканын, муңга баткан не тагдырды кайрадан, шаңга бөлөп, өлбөс канат такканын. Сыпайы да, муңайымда келбети, шай келишип булбул сымал үнүнө, үнсүз гана жетелендик тунардык, агып жаттык күйгүмдөп. Жок, сезбейсиң, сен бир добуш ырчы эмес, өчпөйсүң сен, бийик бойдон каласың, бу жарык кардаш үчүн келбестен, жаңыртууга келдиң эски жаратты. Улай бергин, добушуңду тыңшайлы, түт албаса мейли жүрөк жарылсын, бу дүйнөдө ашыктардын капыстан адашуусу бүткүчө сен зарылсаң. Шербет Келдибекова. Тагушул ыр жанагы сиздин көл түнүгө жазылган ыр эмеспи?